Сәлем достар, YouTube'да қарапайым экономика. Әлемде жаңа кризис, микрочип кризисі. Соның салдарынан көптеген өндірушілер өнім өндіруді азайтты. Нақтырақ 169 түрлі сфераға әсер етті. Олар видео карта саласы, смартфон өндірісі, ойын приставкалар және әрине көлік құрастыру саласы. Әлемдік микрочип кризисі неден туындады? Қазірі мен болашағы, мұның соңы неге алып барады? Қарапайым қазаққа бұның не әсері тиеді? Қарапайым жауап береміз. Ал сіз видеоға лайк басып, арнаға тіркеліңіз. Микрочип бұл ми. Заманауи электрониканың миы. Микрочип бізді қоршаған заттардың бәрінде, смартфонда, ноутбукпен тоңазытқышта және басқа да электроникада, видео ойын индустрия саласында, тіпті медицина мен қару-жарақ жасау саласында да бар. Әрине, микрочиптер көлік құрастыру саласында да кеңінен қолданылады. Соңғы кезде осы салаға микрочип кризисі әлемдік көлік құрастыруға үлкен соққы болып тиді. Toyota азайып барады. Компания өндіріс жоспарын 100 000 автоға қысқартты. Жапонияның 10 зауытында 16 конвейер желісі тоқтайды. Бұл Corolla, Land Cruiser, RAV4 және өзге де танымал модельдер деп хабарлайды Колеса.kz. Ең қызығы, бұл тенденция бүкіл әлемде байқалады. Мысалға, Америкада 900 000 көлік аз сатылды. Соның әсерінен Ford компаниясы 3 ауысымдық жұмысының 2-ін қысқартты. Яғни, тәулігіне 24 сағат бойы жұмыс жасайтын Ford енді күніне 8 сағат қана жұмыс істейді. Нәтижесінде көлік қымбаттайды, ал жұмысшылар жұмыссыз қалады. Бәрі неден басталды? 2019 жыл. Әлемдік микросхемалар өндірісі де, олардың сауда саласы да бір қалыпты өсу жағдайында еді. 2020 әлемді қауіпті дерт жайлап, әлем халқы бұрын соңды көрмеген жауымен бетпе-бет келді. Осы тұста микросхемалар саудасы аздап азайды, яғни сұраныс болмады. Алайда бұл үлкен дауылдың алдындағы тыныштық еді. 20 жылдың соңында микросхемаларға деген сұраныс күрт артты. Азаматтардың смартфондар, ноутбуктер мен электроникаға деген қажеттілігі нарықтағы ұсыныстан 10%-ға асып кетті. Бір ғана мысал, Zoom видео байланыс желісін індет тарағанға дейін тәулігіне 10 миллион адам қолданса, індет өршіп тұрған тұста бұл сан тәулігіне 300 миллион адамға жетті. Азаматтарда сандық электроникадан бөлек тұрмыстық техникаға және видео ойынға деген қызығушылық артты. Ал бұл салада, яғни микрочип өндірісі саласында да монополист бар еді. Ол кім деп ойлайсыз? Apple, мүмкін Lenovo, LG деп ойларсыз. Ал көлік құрастыруда ше? Mercedes, бәлкім Toyota? Жоқ, Apple де, LG де, Mercedes пен Toyota да өзі микрочип жасамайды. Бұл ірі компаниялар жаңа микрочип түрлерін ойлап табады, жаңалықтар енгізеді, алайда жаппай өндірісі жоқ, себебі қарапайым экономика, бұл тиімсіз. Әлемдік микрочип өндірісі дегі монополист ол тайвандық TSMC компаниясы. Бұл бір компания жаңа айтылған брендтерге микрочип жасайды. Себебі тек бір ғана компания өзіне ғана микрочип жасауы тиімсіз, өйткені бұл бизнестің бастапқы старты өте көп қаражатты талап етеді. Екінші ірі өндіруші ол Samsung. Тайванда TSMC Samsungтан шамамен 3 есе көп микрочип өндіреді. Алайда Тайванда үлкен экологиялық апат орын алуда. Тайван аралы тұщы суға зәру. Соңғы 56 жылда болмаған құрғақшылық 21 жылы болды. Бұл әрине өндіріс көлемін арттыруға кедергі келтіруде. Осының салдарынан көлік құрастыру саласында үлкен зиян келуде. Себебі электроникасыз көлік құрастыру мүмкін емес. Бір ғана кішкене деталь болмаса, көлік құрастыра алмайсыз. Дәл осы жағдай басқа да электроника саласында әсер етуде. Мысалға, Suzuki 21 жылы Үндістандағы өндірісін 60%-ға қысқартты. Ал майнингке арналған видеокарталар былтырғыдан 2-2,5 есе қымбаттады. Дефицит ойын консольдарында да байқалуда, мысалға PlayStation 5-те. Ал қарапайым қазаққа бұл қалай әсер етеді? Экономика бұл бір-біріне тіркелген вагон сияқты. Бір вагон екіншісін тастап кетпейді. Дәл сол сияқты сіз де осы әлемдік экономика вагонында жайғасқансыз. Дефицит қымбатшылық тудырады, ал қымбатшылық бір қысса, жан-жақтан қысатын жаман әдеті бар. Қарапайым экономика, тіркеліңіз, лайк басыңыз, біліңіз және бөлісіңіз.